Баршаңызға сәлем. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сабақ бастамас бұрын менің YouTube каналыма кіріп, тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар Instagram жеке парақшама тіркелуді де ұмытпаңыздар. Рахмет. Оқуларыңызға сәттілік тілеймін. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am your English teacher, Nicole. So you have already known there are 26 letters in English alphabet and there are 5 vowels and 21 consonants. And today we are going to learn how to write them correctly. And before we start, you need to know there are 2 forms of letters. First one is capital and second one is lowercase. Баршаңызға сәлем. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздердің ағылшын тіл мұғалімдарыңыз Nicole. Алдыңғы сабақта үйренгендей, ағылшын тілінде 26 алфавит бар. Оның ішінде 5 дауысты дыбыс, қалған 21-і дауыссыз дыбыс. Ал бүгінгі сабақта осы алфавиттердің дұрыс жазылуын үйренеміз. Міндет түрде дәптерлеріңіз бен қаламдарыңызды алып дайын отырыңыздар. Жақсы, онда сабағымызды бастаймыз. Экранға қарап отырыңыздар. Ал енді мына экранға қарасаңыздар, негізі ағылшын алфавиттерді жазып үйрену үшін осындай жолағы бар дәптер керек. Міндет түрде осындай дәптер сатып алыңыздар. Ал келесі экранда көрсетіліп тұрған бірінші алфавит біздегі A. Сол жағындағы үлкен әріп, оң жағындағы кішкене әріп. Көп жағдайда үлкен әріпті жазған кезде алдыңғы екі жолағына жазылады. Ал A деген жаңағы кішкене әріпті жазған кезде жолақтың екінші қатарына жазсаңыздар болады. Ал мына үлкен әріптен бастайық. A деген үлкен әріпте 3 сызықша жаңағы бағытын көрсетіп отыр. Сол бағытқа қарай жазасыздар. Қайта-қайта жазуға болмайды. Тек қана бір бағытқа бір рет қана жазасыздар. Ал көрсетіліп тұрған сандар осы ретін көрсетіп отыр. Мысалы, A деген алфавитті жазғанда біріншісі төмен қарай, бірінші таяқшаны сызып аласыздар, сосын екіншісі, ең соңында үшіншісін жазғанда міндет түрде оң жаққа қарай жазасыздар, сол жаққа қарай жазуға болмайды. Ал A дегеннің кішкене әрібін жазғанда бірінші сол жақтағы сызығын сызып аламыз, сосын оң жақтағы төмен қарай сызылған сызық бойынша жазып үйренеміз. Осы сияқты келесіде кездескен әрбір алфавитті 3 реттен оқимын. Артынан бірге қайталап оқыңыздар. Сосын дәптер алып міндет түрде жазып практика жасаңыздар. Кем дегенде бір әріпті 10 реттен жазыңыздар. Бұл үй тапсырма. Жақсы, онда бірінші алфавиттен бастаймыз. Бірінші алфавит. A. B. C. D. E. F. G. H. I. Ал бұл I деген алфавитті ерекше ескертетін бір жер бар. I деген алфавит негізі мен деген мағынаны білдірген кезде ол сөздің басына келсін, не болмаса ортасына келсін, болмаса соңына келсін, барлық жағдайда үлкен әріппен жазылады. Міндет түрде естеріңізде сақтап алыңыздар. Мен деген мағынаны білдірген кезде I әрқашан үлкен әріппен жазылады. Келесі J. K. L. M. N. O. 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 P.
P, P, Q, 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 R, 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 S, 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 T, 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 U, 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 V, 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 W, 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 X, 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 Y, Y, Y. Соңғысы Z, Z, Z. Болмаса Z, Z, Z. Ал осы ең соңғы бетте көрсетіліп тұрған нақты дәптерде қалай жазылады? Міндетті түрде осы дәптердегі бойынша жазып үйреніңіздер. Ағылшын алфавиттердің жазылуын басында дұрыстасаңыздар, кейін сіздерге жеңіл болады. Міндетті түрде жазу тәртібімен, ретімен жазуды үйреніңіздер. Жақсы, онда сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау саламат болыңыздар.